Катюша не Матюша. Жүгіріп келеді. Мана Катюша бар емес па? Бүйтіп айтады. Айман, где ты, там и деньги дейді. А мына Матюша бар емес па, я? Уже міне 25 жыл болды. Бұл Матюша бүйтеді. Айман, әйтеуір бір нәрсенің жоғы жоқ қалар бізге дейді. Қазір рахат бұл Матюшаның. Матюшаның бір қолы кеткен, екінші қолы жоқ. Бірақ Матюша 7 миллион теңге айналып отыр. Бір кеткен қолдан, бір аяқтан 7 миллион теңге айына шығып отыр. Матюша мен бүйтеді. Молодец дейді ол. Катюша шаш жалбырап жұмыс істеп отыр. Түсіндіңіздер ма, міне екі адам. Потому что біреу сынап келеді, біреу сені қолдап келеді. Енді өмір ғой бұл. Енді қараңыздар, бинардан бар емес, мына екеудің теңесуі, когда уравнение етеді ғой, бұлар қиысып жатқан жоқ па, дұрыс па? Бізге первый доход не береді? Қараңыздар, бинар 10% береді. Бинар 10% береді, ол 12 000 теңге. 12 000 теңге. Қалай келеді? Мынаны қараңыздар, если компания входтан 20% или там 15% бинар болса, отворачивайтесь и уходите деп айтады. Мына 15% бізге неден беріп жатыр? PV-ден беріп жатыр. Вот это нормальная логика. PV-ден беру керек. Почему компания часто меняет маркетинг-план? Потому что они дают от суммы. А когда будут давать от PV, этот маркетинг вечный. Ауыспайды. Потому что правильная арифметика и правильный подсчет. Мен не үшін басқа қазақстанский компаниялармен, потому что от суммы береді. Түсінікті ма? То есть қараңыздар, 188 деген неше PV екен? 275. Міне 275 PV көбейтеміз 10%-ке минус 5% дорожный расход. Логистика. Сонда 26-да 125 доллар болады. И бізде курс көп болған. Доллар түседі, доллар то көтеріліп жатыр ғой. Доллар түсіп 429 болғанда да бізге 460 береді. И доллар газ 500-ге көтеріліп кеткенде де 460 береді. А басқа компаниялар қымбаттатып жатыр, маркетингті өзгертіп жатыр. А бізде сырье өзінікі, завод өзінікі, рабочий класс өзінікі. Сол үшін бір курс көп болған. Түсінікті ма? Вход ауысып жатқан жоқ. То есть көбейтеміз 460 курс компанияға, сонда 12 017 теңге болады. Мен мына жерде округление 12 000 теңге болады. То есть за бинар біз 12 000 теңге табамыз, дұрыс па? Енді екінші доход уровень дейді. Міне көрдіңіздер ма уровеньді? Уровень дейді. Уровень. Қазақша деңгей. Деңгей. Міне уровеньге бізге қанша беріп тұр? 188 болса. 38 400 теңге. Уровень деген неге? Немен жейді деген кезде, екі адам теңессе, мына первый деңгей жабылды. Бірінші уровень жабылды. Түсіндіңіздер ма? Мына уровеньге 38 400 теңге төлеп жатыр. Дұрыс па? Енді үшінші, бізде мына жерде алып тастайсыздаршы, ренжімесеңіздер. Реферальный бонус деген бар. Мына жерде реферальный бонус деген бар. Реферальный бонус, РФ бонус 5% деген бар. То есть үлкен пакетке 36 000 теңге береді. Мына жерде 18 000 теңге береді. Кішкентай пакетке 6 000 теңге береді. То есть адам шақырған үшін. Может, на Катюша Алексеевкада тұрады, Матюша Қосшыда тұрады. Біз автобуспен барып келдік па? Барып келдік. Сағат бөлдік па? Бөлдік. Біреу левыйда, біреу правыйда тұратын шығар. А сен ортада циркта тұрасың. Дұрыс па? Циркта жақсы тұрасың. Екі жаққа барып қалсаң жол кете ма? Уақытың кете ма? Сол кеткен уақытта бір адам шақырған үшін саған қанша береді? 6 000 теңге береді. Дұрыс па? Екі адам шақырғанға реферальный бонус 5% қанша береді екен? 12 000 теңге береді. Дұрыс па? 12 000 теңге. Енді қараңыздар, 12 000 бинарға, 38 000 уровеньге и 12 000 адам шақырғанға қанша аламыз? 62 000. 62 400 аламыз, дұрыс па? 62 400 теңге аламыз. Екі қараңыздар, сен ертең кредитің бар ма, сен уже бүйтіп ойлансаң болады. Мен мына екеуін алып келетін болсам, ертең 62 400 аламын. Осы екеуін мен тіркеуім керек бұл. Бүгін тіркедің, ертең точно білесің 62 400 алсаң кредитін жоқ істейсің, дұрыс па? Енді қараңыздар, маған бір ұнайтыны тармақты бизнестің, сетевой бизнестің бір ұнайтыны. Егер де бүйтіп пландайтын болсам да, мен сағат 12-де келуім керекпін, 12-ден 5-ке дейін істеп, екі адам тіркеп кетейін.
сөйтіп ойлайсыздар ма? Ойлайсыздар ма? Мен өйтіп ойламайтын, мен бүйтіп ойлайтын. Мен бүгін 30 адамды тіркеймін деп. 30 адам тіркемесең, Айман сен сүмелексің, сен оңбағасың, сен шошқасың. Сен вообще никтосың деп. Мен өзім сөйлеп ұрсатын едім. Почему? Потому что мен басында 9 кредит болды. Мен басында 9 кредит болды. Түсінікті ма? И сол үшін айттым, Айман сен істеу керексің. И қазақта мынандай мақал бар, түйе сасаң бие береді деген бар. Бар ма? Бар, иә, дұрыс па? То есть мен 30 адам деп жазам деймін да, но менде 20-25 адам тіркеледі. Ал сіздер 12-ден 5-ке дейін 2 адам тіркейін деп айта аласыздар ма? А егер де 2 адам тіркейтін болсаң, сен 62 аласың, дұрыс па? А егер де 10 күнге көбейтсек, қанша аласың? 624 мың теңге аласың ба? А егер 30 күн істейтін болсаңшы? 1,8 миллион теңге аласың ба? Это минимально, максимально там кетеді, дұрыс па? Анда 1,8 Астананың әкімі алмайды ғой. Дұрыс па? Реально открывать етіңдерші көздерің саналарында. 1,8 әкім де алмайды ғой. Дұрыс па? Мәні, где разница? Мен айтам да, любой остановкада, любой жерде көрем ғой, мен бүйтіп айтам, любой адамға. Саған ақша керек па? Қалай ойлайсыз, адам не деп айтады? Саған жұмыс керек па? Мә, мықты дүниежүзілік корпорация келді. Отдел кадр жұмысқа адамдарды қабылдап жатыр. Ертең сағат 11-ге мен сені жазып қоямын. Точно мен сені күтемін. Осындай кабинет, осындай адресте. Қалай ойлайсыздар, келе ма? Келеді. Келгеннен кейін мен оған бәрін көрсетемін. Кейде болады боқтап кетеді. Кейде болады, все, мен сен кімін дейді. Кейде болады, бір айналып қайтып келеді. Әртүрлі жағдай болады.